Сәлем, қазақтың ұлттық тағамдарын бірі қуырдақ дайындаймыз. Ол үшін керекті ингредиенттер видеода көрсетілген. Ең алдымен өсімдік майын құйып, құйрық майды қуырып аламыз. Қуырылғаннан кейін құйрық майды алып тастау керек. Кейін оның орнына қой етін салып қуырып аламыз. Барлығы орташа отта болу керек. Шамамен 20 минуттай қуырамыз. Кейіннен оған қойдың бүйректерін салып 5 минуттай қуырамыз. Қойдың бауырын саламыз, пиязды саламыз, тұз, қара бұрыш саламыз. Және зираны салып, жақсылап араластырамыз. Кейіннен туралған картошкаларымызды саламыз. Жақсылап араластырып, жай отта 20 минут пісіреміз. 20 минуттан кейін отын өшіріп, туралған пиязымызды салып 5 минутқа демалдырып қоямыз. 5 минуттан кейін қуырдағымыз дайын. Қуырдаққа мүлдем су қосқан жоқпын. Тек қана өзінің сөлінде пісті. Сондықтан қуырдағымыз өте дәмді, күшті шығады. Менің YouTube каналыма қосылуды ұмытпаңыздар. Бар болған Зухра Алдияр деп терсеңіз, менің рецепттерім шығатын болады. Сіздермен бірге болған Зухра Алдияр.